үлкен реформалар іске асып бастады жаңа жылдан бастап. Көп жақсы өзгерістер бар. Мынау әртүрлі қоғамдық ұйымдардың рөлі күшейтілді. Әкімшілік немесе министрліктің жанында кеңестер құрылып жатыр. Қоғамдық кеңестер. Ол бір жаңа түрі, бұл бұрын болмаған. Bir жағы ол кеңес еді, екінші жағынан қоғамдық бақылау болады. Осындай жақсы өзгерістердің бірі ол Алматы қаласында. Жаңа қазір жақсы өзгерістер бар. Кеңестер құру мәселесі. Осы өзгерістер туралы айтпасаң, мен енді шын айтайын, енді елді көп аралаймын. Бірақ осы реформаларды ең тиімді түрі, осы ең тиімді тәжірибесі Алматыда бар деп есептеймін. Себебі мен кеңесті де көрдім, мүшелерін. Маслихатты да көрдік, қанша көп партиялық маслихаттар. Осы туралы айтып берсеңіз. Үлкен рахмет. Негізінде осы 5-ші бағыттың оның негізгі мақсаты сенім. Яғни халық пен биліктің арасындағы сенімді арттыру. Жалпы қоғамдағы билікке деген, атқарушы органдарға деген сенімділікті арттыру. Неге десеңіз, сенім ол экономикалық капитал. Көп адамдар, мысалы, кез келген экономикадағы ең негізгі күш ол сенім. Мен осындай бір мысал келтірейін. 2008 жылы мен Сингапурда оқып жүрмін. Азиядағы дағдарыс, кризис болып жатыр. Сонда Ли Сен Лунг деген Сингапурдың премьер-министрі ең үлкен сауда көшесінде кешке барып, өзі семьясымен шығып, супермаркетті барып, аралап, оның жанында бүкіл бақтар жүр. Мінекейіңіз дейді, Сингапурдың азаматтары, мен сіздің премьер-министріміз, аралап жүрмін, дәл сіз секілді ақшаны естеп жүрмін, маған сеніңіз, қазір ақшаны тықпаңыздар, неге десеңіз ақшаны тықсаңыздар. Негізгі дағдарыс сонда басталады дегенде. Барып тұтынушы ретінде сатып алыңыздар, неге десеңіз дағдарыс енді басталады. Сіздер ақшаны жібермесеңіздер, дағдарыс басталады дегенде. Яғни сенім ненің арқасында күшейеді? Ашықтық, мөлдірлік. Яғни билікте жүрген адамдар, биліктің өзі қоғаммен қарым-қатынастың табиғатын өзгерту керек. Осыған бағытталған бірнеше үлкен осы қадамдар бар. Осы бағыттың ішінде оның мысалы ақпаратқа қолжетімділік заңы. Жаңа заң шықты, осы өткен жылы шықты. Осыдан 4-5 айдың жүзеге асырылып жатыр. Кез келген енді ақпаратты, кез келген мемлекеттік орган өз сайтына ашық түрде есеп беріп жариялау керек. Кез келген азамат, бюджет болсын, есебі болсын, ішкі бір процедуралар болсын, кез келген мемлекеттік орган ақпаратын алып, қарап, сұрауға құқығы бар. Бұл жерде мынандай бір мәселеге көңілі бір. Мынау барлық парламент сайлаумен бірге барлық жерде маслихат депутаттары сайланды. Енді мен бірнеше қайтара барлық облыстық маслихат, аудандық, қалалық маслихат депутаттарын көріп отырмын. Ең көп өзгеріс Алматы қаласында. Мен байқаған көп партиялы. Сосын әртүрлі әлеуметтік топтар. Мысалы, бұл да бір сенім деп түсінем мен өзім. Себебі осындай бір азаматтар маслихатқа бару және маслихатты сайлаған кезде азаматтар әртүрлі партиядан, әртүрлі топтардан. Осы маслихаттың қазір құрамы 64%-ға ауысты бізде. Сосын 6 жаңа новация енгіздік біз биылғы маслихатқа. Мысалы, біріншіден тұңғыш рет Алматы қаласының маслихатының тарихында шектеулі мүмкіншілік болған азаматтардың өкілі Ләззат Қалтаева деген кісі келді. Мысалы, тұңғыш рет мәртебесіне ие болған азамат, қазіргі Фарида Мерхамитқызы, Еркен Өр компаниясының, тұңғыш рет 30-ға дейін 2 жас азаматымыз енгізілді. Асылхан Төлепов 23 жасында, Сабин Амангелді 29 жасында. Тұңғыш рет әйелдердің пайызы 30%-ға, бұрыннан бізде еркектер көбінесе маслихаттар болған, 30%-ға дейін жеткіздік әйелдердің саны мысалы. Тұңғыш рет бізде 7 өзге ұлттардың өкілдері кірді. Яғни негізінен Алматы білесіздер, үлкен диаспоралар бар. Солардың бәрін кіргіздік, өкілдерін кіргіздік. Ұйғырлар, татарлар, түріктер, құрдылар, соның бәрін кіргіздік. Тұңғыш рет 3 партиялық маслихатымыз болды. Бұрыннан мысалы партия мүшелігі болмаған, қазір міне Ақжол партиясының мүшесі кірді, өкілі кірді және ауыл партиясының, яғни 3 партиялық маслихатымыз болды. Ол да ненің көрсеткіші? Ашықтықтың көрсеткіші.